Қайырлы күн қыздар, бүгін біздер сәукеленің формасын жасайтын боламыз. Ол үшін бар болғаны кардон қажет. Бұл менде ескісі, енді жаңасын жасайын деп жатырмын. Кардонды алып осылай бүктейсіздер. Шеттері үшбұрышты болып шығып қалмау керек, өздеріңіз қолыңызбен реттеп жібересіздер. Міне, енді осы жерін скотчпен жабыстырып қоямыз. Сонда ашылып кетпейді. Енді бұның сыртын фольгамен орайтын боламыз. Осылай кесіп аламыз. Міне. Осылай жабыстырып қойсаңыздар, өзі жабысады, фольга ашылып кетпейді. Енді қалған ашық жерлерінің барлығын осылай істеп шығамыз. Ұзындығы 30 сантиметрлік сәукеле шығады. Осының сыртын майлап, сәукеле пісіре берсеңіздер болады. Және де қыздар, YouTube арнамда осы мастер-класс бар. Сіздер бұны үйреніп тапсырыс қабылдасаңыздар болады. Төменге ссылкасын тастап кетемін. Міндетті түрде тіркеліп көріп шығыңыздар.